Сәлем достар, бүгінгі видеомыз жүктіліктің белгілері деп аталады. Яғни жүктіліктің белгілері қандай болады, алғашқы белгілері жүкті екенімізді қалай білеміз. Ең баста айтатыным, достар, мен ешқандай врач, емші, тәуіп емеспін. Мен қарапайым сіз секілді келіншекпін. Бірақ менің де жүктілік тарихымда бірнеше орын алған жағдайлар бар. Мен солармен сізбен бөлісетін боламын. Және көпшілік әйелдерде қандай белгілері болады, сол туралы айтатын боламын. Егер сізге қызықты болса, онда арнама жазылыңыздар. Себебі менің арнамда осындай жүктілікке байланысты, бала дамуына байланысты түрлі қызықты видеолар бар. Одан кейінгі 40 күндік күтім дегендей осындай бір түрлі қызықты пайдалы ақпараттар бар. Сол себепті арнама кіріп, жазылып алыңыздар, және де сұрақтарыңыз болса, комментарийге қойсаңыздар болады, барлығына міндетті түрде жауап беремін. Жүктіліктің белгілері. Жүктіліктің белгілері әр адамда әр түрлі өтеді. Бірақ барлық әйелге тән жалпылама белгілері болады. Ол жалпылама белгілері қандай? Ең бірінші, сіз тез шаршап кетуіңіз мүмкін. Яғни бұрын сіз шаршамай істеген жұмысты сіз қазір бір шаршаңқылық сезінуіңіз мүмкін, ұйқыңыз келіп кетуі мүмкін. Болмаса бұрын жаяу жүріп өткен жолыңыз бірді әзер жүріп өтуіңіз мүмкін деген секілді. Осындай бір шаршаңқылық адамды қатты қысады. Мен мысалы жүкті болған кезде біріншісіме де, екіншіме де, үшіншіме де жұмыстан кейін келіп, міндетті түрде 5-10 минут жатып демалып алатын. Себебі қатты шаршаңқылық қысатын, қатты жатқым келіп тұратын деген секілді. Ол кезде енді мен жүкті екенімді білмедім, бірақ басында бір осындай сезімдерде жүрдім. Яғни қатты шаршап кетем, қатты ұйқым келе береді. Тіпті сенбі-жексенбі күндері қалай ұйықтап кеткенімді білмеймін. Енді сенбі-жексенбі күндері кез келген адам демалады ғой. Сол кезде қалай ұйықтап кеткенімді білмеймін. Бұл көпшілік әйелдерде болуы мүмкін. Қалай ұйықтап кеткенін білмейді. Тез шаршап қалады, қатты шаршаңқылық қысады деген секілді, қатты ұйқы қысады дегендей. Бұл ең бірінші белгісі деп айтамын. Одан кейін екінші белгісі, ол кіші дәретке жиі бара беруіңіз мүмкін. Яғни мына маткада дейміз, бала пайда болғаннан кейін ол кішкене ұрықты қысуы мүмкін, неңізді қысуы мүмкін, дәретке шығатын жеріңізді. Сол себепті де қолыңызды қысуы мүмкін. Сол себепті де сіз жиі дәретке, кіші дәретке шығасыз. Егер өзіңізден осыны байқасаңыз, онда сіз жүкті болуыңыз мүмкін. Кіші дәретке шығатын боласыз жиі су ішкіңіз келеді. Жиі көпшілік әйелдер кездескен жиі су ішкіңіз келеді, жиі аузыңыз құрғап кетеді мысалы. Жиі су ішкіңіз келіп тұрады. Бұл да осындай көпшілік әйелде кездесетін белгілердің бірі. Одан кейін кейбір әйелдерде болуы мүмкін, бәлкім көпшілігінде басы айналып кетуі, көз қарауытып кетуі, бірдестен көзіңіз қарауытып кетеді, басыңыз айналып кетеді дегендей. Болмаса бірдестен шаршаңқылық қысып кетіп, ұйқы қысып кетеді дегендей, осындай басыңыз ауырып кетеді дегендей, осындай белгілер болуы мүмкін. Одан кейін тағы да бір көпшілік әйелдерге кездесетін белгі, ол ашушаңдық, шектен тыс эмоционалдық болып кетуі мүмкін. Яғни сіз бұрын қалыпты деп қабылдаған нәрсеңізге қалыпты емес жағдайда қарауыңыз мүмкін. Мысалы, күйеуіңіздің кейбір қылықтары жыныңызға тиюі мүмкін. Ата-енеңізбен бірге тұрсаңыз, ата-енеңіздің кейбір қылықтары жыныңызға тиюі мүмкін. Әйтеуір бір адамның бір қылығы сіздің жыныңызға тиіп тұруы мүмкін. Бұл бір қалыпты, екі қабат кезде басындағы триместрде қалыпты құбылыс. Бұл басында осындай әрбір нәрсе сіздің бір жыныңызға тиіп тұруы мүмкін. Бұрын жақсы көретін тағамдарыңызды жеп көріп кетуіңіз мүмкін. Бұрын мүлдем жемейтін тағамдарыңызды қатты қалап тұруыңыз мүмкін.
мысалы тәтті жегім келіп кетті, болмаса бір сухарики жегім келіп кетті деп, осындай бір сағыз шайнағым келіп кетті. Кейбір екі қабат әйелдерде болады. Сондай бір сезімде, сондай бір құбылыста жүруіңіз мүмкін. Яғни сіз бұрын істеп көрмеген нәрсеңізді істеп көргіңіз келеді, жеп көргіңіз келеді, яғни жемеген нәрсе. Ал жеп жүрген, жақсы көретін нәрсеңізде мүлдем жолағыңыз келмейді. Мысалы, өзіңіз істеген тамақты өзіңіз жемей қоюыңыз мүмкін. Болмаса үйдегі тамақтың иісі сіздің жыныңызға тиюі мүмкін. Үйден емес, басқа жерден тамақтанып келсеңіз, өзіңізді анағұрлым жақсы сезінуіңіз мүмкін дегендей. Сосын тағы да көпшілік кездесетін тағы бір белгі, ол яғни көп лоқсу. Сіз мысалы көп лоқси беретін боласыз, көп жеген тамағыңызды құсып тастайсыз, мысалы лоқсисыз, бір көңіліңізге, бір жүрегіңізге бір нәрсені алып қалсаңыз да лоқсисыз. Бұл да көпшілік әйелде кездесетін симптомдардың, яғни симптом дегенде жүктіліктің симптомдарының бірі да. Одан кейін кейбір әйелдерде белі ауырады екен. Кейбір әйелдерде жаңағы ішінің төменгі асты тартып ауырады. Мысалы, ұрық бекінген кезде, басында осы жүктіліктің басында ұрық бекінген кезде, ол енді көпшілігінде болады, бірі байқап, бірі байқамауы мүмкін. Бірақ бұл көпшілігінде болатын құбылыс. Кішігірім қан келуі мүмкін. Ол жаңағы қан дегенде менструация секілді толастама емес, кішігірім қан болып келуі мүмкін. Ол тамшы болып тамуы да мүмкін. Ол бір ұрық бекінді деген сөз. Яғни бұл да жүктіліктің белгісіне жатады екен. Ұрық бекінді деген сөз жүктіліктің үлкен бір белгісі болып табылады екен. Кейбір әйелдерде мысалы көп выделение келіп кетеді, су сияқты выделение келіп кетеді. Енді әркімде әртүрлі бұндай белгі болады. Сол себепті де әркім бұны әртүрлі өткеруі мүмкін. Одан кейін осындай жүктіліктің осындай өзінің симптомдары бар. Достар, сіздерге ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де ақпаратым пайдалы болса, арнама жазылыңыздар. Арнамда өте бұдан да басқа пайдалы ақпараттар бар. Жүктіліктің, яғни бірінші симптомдарын айттым сіздерге, көбісінде кездесетін симптомдарды айттым. Егер ұнаған болса, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен әрдайым сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әзірмін. Көргендеріңізге рахмет.